жаңарған шақта әз наурызбен бірге баршаңызға құт береке әкелуге келдім. Даламыз гүлге толып, еңбегіміз жемісті болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум, халқым. Ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын. Бүгінгі мерекеде әр шаңыраққа бақ береке, ырыс несібе, шаттық пен қуаныш тілеймін. Ақ мол болсын, дән мол болсын. Елімізде тыныштық, жұртымызда бірлік болсын. Наурыз жаңару мен жақсылықтың бастауы. Табиғатта, адам да бүгін жаңарады. Ендеше халқым, жаңа жылды шаттықпен қарсы алайық. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, әз наурыз құтты болсын. Шардарада ұлыстың ұлы күні әз наурыз мейрамы кең көлемде ерекше сән салтанатпен аталып өтті. Көктемнің шуағымен бірге келген мереке аудан тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй мен шаттық сыйлады. Мерекеге жиналған жұртшылықта айтулы мейраммен аудан басшысы құттықтап баршаға ақжарма тілегін арнады. Баршаңызды ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз табиғат түлеп, тіршілік жаңарып, күн мен түн теңелетін берекелі мереке. Бұл бірлік пен татулықтың, жақсылық пен жаңарудың, молшылық пен ырыстың мейрамы. Ата-бабамыз ежелден наурызды жыл басы деп бағалап, осы күні өкпе ренішті ұмытып, ақ тілектерін айтып, жаңа үмітпен жаңа жылды қарсы алған. Бүгінде бұл игі дәстүрлер халқымыздың ынтымағы мен бірлігін нығайтып, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай түсуде. Шежірелі Шардар ауданы еңбегімен елге танылған, бірлігі бекем, ырысы мол қасиетті мекен. Бүгінде ауданымыз күн санап көркейіп, әлеуметтік тұрғыда дамып келеді. Бұл аудан тұрғындарының адал еңбегі мен ортақ мақсат жолындағы бірлік нәтижесі. Осы берекелі күні баршаңызды наурыз мерекесімен және бүгінгі айт мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, құт береке тілеймін. Наурыздан наурызға, айттан айтқа төрт көзіміз түгел болып жете берейік. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, наурыз мерекесі құтты болсын баршаңызға. Мерекесінің басталу сәтінде Шардара ауданында өзінің аудан экономикасының өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосып жүрген әртүрлі саланың үздіктерін марапаттау рәсімін бастаймыз. Үздік құрылысшы номинациясымен Артжанов Нұрлан Бақтылы марапатталады. Бақыт Қуандықұлы марапатталады. Үздік ауыл биі номинациясымен Бектұрсынов Ибрагим Жұмаділляұлы марапатталады. Бектасов Дәулет Төлбасыұлы марапатталады. Үздік прокуратура қызметкері Дартаев Санжар Ильясұлы марапатталады. Үздік ауыл әкімі номинациясымен Кенбай Қайрат Рахымжанұлы марапатталады. Мектепке дейінгі үздік мекеме номинациясымен Қалмырза Эльмира Әмірбек қызы марапатталады. Үздік ауыл номинациясымен Қошқарбаев Бақтыбай Тұрсынбайұлы марапатталады. Үздік әлеуметтік
Үздік спортшы номинациясымен Тұрғанбек Тұрарбек Есенбек ұлы марапатталады. Үздік сайлау мәдениетін жетілдіруші номинациясымен Тілегенов Үсенбек Әбдірасил ұлы марапатталады. Үздік мәдениет қызметкері Чужаева Фарида Тоқсанбайқызы марапатталады. Марапаттарыңыз құтты болсын. Марапат иелеріне бір қол соғып қошемет жасап қойыңыздар. Наурыз бұл табиғаттың жаңарып, тіршіліктің түлейтін шағы ғана емес, халқымыздың сан ғасырлық салт дәстүрі мен рухани құндылықтары тоғысқан, бірлік пен татулықты ту еткен ұлы мейрам. Бұл күн өткенге тағзым жасап, келешекке нық қадам басатын, адамдардың бір-біріне мейірім мен ізгілік сыйлайтын ерекше кезең. Ата-бабамыз осы күнді жаңа жылдың бастауы деп бағалап, әр шаңыраққа құт береке, ырыс ынтымақ тілеген. Наурыз елдігімізді айқындайтын, береке бірлігімізді бекемдейтін, татулығымызды арттыратын қасиетті мереке. Осындай игі дәстүріміз ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, ұлттық болмысымыз асқақтай берсін. Құрметті жерлестер, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, баршаңызға амандық, зор денсаулық, молшылық пен бақ береке тілеймін. Шардара ауданы сіздерді әз Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ еліміз тыныш болсын, ақ мол болсын. Мына бүгінгі біздің әз Наурыз мерекеміз құтты болсын. Аудан әкімшілікке мың алғыс, бізді елеп ескеріп осылай марапаттармен қуантқанына мың алғыс. Мерекелік Думан аудандық мәдениет үйінің өнерпаздарының әсем әндерімен әрленіп, сахна сәні кіре түсті. Алтыбақан басында жастар ән шырқап, ұлттық рухты асқақтатса, мерекелік алаңда қазақша күрес, арқан тарту, асық ату секілді ұлттық спорт түрлері ұйымдастырылып, Думанның көркін қыздырды. Бүгін біздің Шардара ауданында керемет іс-шара болып жатыр. Наурыз мерекесін тойлаудамыз. Наурыз мерекесіне барлық мекемелер, жалпы халық өте көтеріңкі көңіл күймен келіп, жақсы дайындықпенен өтіп жатыр. Осындай керемет іс-шараны халық үшін ұйымдастырып жатқан біздің Шардара ауданының әкімі Арман Қарсыбаев Романұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз әрдайым ашық болсын.
Бүгін мынау ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі ауданымыздың үлкен көлемде тойланып жатыр. Осы мерекелік іс-шараға атсалысып жатқан барлық қонақтарымыздың көңіл күйлері өте көтеріңкі. Осы үлкен мерекелік іс-шараны ұйымдастырып беріп жатқан біздің аудан әкімшілігіне, аудан әкімі Арман Қарсыбаев мырзаға үлкен алғыс айтамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мерекеде осындай шат көңіл күймен тойлай берейік. Ақ мол болсын, ырыс көп болсын. Құрметті қазақстандықтар, міне бүгін Шағалалы Шардарада ұлыстың ұлы күні, ұлы той болып жатыр. Осындай тойлар сіздерге жұғысты болсын. Көктем мерекесі құтты болсын. Шағалалы Шардарада табысты, бізде егісі бар, басқасы бар, бәрі Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Ұлыстың ұлы күнінде сіздерге денсаулық, жанұяларыңызға береке тілеймін. Ұлыстың ұлы күні жалғасын тауа берсін. Еліміздің президенті Тоқаев ағамызға рахмет. Міне осындай кең той думанды ұйымдастырғанына Алла өзі қолдасын. Шағалалы Шардарадан сіздерге жалынды сәлем. Іс-шара барысында қазақ халқының көнеден келе жатқан асыл дәстүрлері жаңғырып, тұсаукесер бесікке салу, беташар қыз ұзату секілді ұлттық рәсімдер сахналанып, көпшілік назарына ұсынылды. Мына Шардара ауданының жалпы халқын мына 26 жылғы Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Мына Конституция Құда қаласа елімізге бақ берекелі, мол несібелі жыл болсын. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шырағымыз жанып тұрсын, бұлағымыз ағып тұрсын. Құдайым көлі бәлесінен қағып тұрсын. Басында ұшпайтығын бағы болсын, қасында еркелетер жары болсын. Сандықта алтын күміс болмағанмен, дастарханда таза еңбекпен табылған наны болсын. Шардара ауданында үлкен той болуда, Наурыз той тойлануда. Бүгінгі Наурыз той үлкен деңгейде өтуде. 10 шақты киіз үй төгілді, қайырымдылық іс-шаралары ұйымдастырылды. Сонымен қатарына ұлттық салт дәстүрлерімізді насихаттау мақсатында ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өткізілуде, спорттық жарыстар өткізілуде. Халықтың көңілі керемет, жақсы деңгейде тойлануда. Бүгін сонымен қатар қасиетті Рамазан айының ораза айты мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барша аудан тұрғындарын ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен, қасиетті ораза айт мерекесімен құттықтаймын. Әрқашанда аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашанда бейбіт аман болсын. Сонымен қатар жиналған жұртшылыққа дәстүрлі Наурыз көже ұсынылып, береке мен молшылықтың белгісі ретінде ақ дастархан жайылды. Бірлік пен татулықтың, жаңару мен жасампаздықтың символына айналған әз Наурыз Шардара төрінде осылайша әсерлі де мазмұнды түрде тойланды.